Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы зар-заман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. Сабағымыздың мақсаты қазақ ұлттық мемлекеттігінің тарихи тағдыры туралы зар-заман өкілдерінің идеяларын түсіндіру және Қазақстандағы қоғамдық саяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау. Бүгінгі тақырыбымыздың тірек сөздері зар-заман термині. 19 ғасырда Қазақстанның Ресейге қосылуы аяқталып, патша үкіметі бұрынғы ел басқару тәртібін жойып, 1867-68 жылдары қазақтарды басқару жөніндегі ереже бойынша жаңа тәртіп орнатқан кезде туған ағым. Бүкіл бір дәуірде бір сарынмен өлең айтқан ақындардың барлығына зар-заман ақындары деген ат қойдық деп айтқан еді Мұхтар Әуезов. Этноаумақ бір-бірінен әлеуметтік-экономикалық байланыстағы этникалық қауымдастық тұратын аумақ. Зар-заман поэзиялық ағымы қалыптасуының алғышарттары. Қазақ халқының 18 ғасырдағы тәуелсіздік үшін күресі ерлік дәуірі деп аталды. Сол кезеңдегі жыраулар жас ұрпақты жаудан қаймықпай қарсы тұруға, табандылық пен ерлікке шақырды. Эпикалық жанрда жыр толғаған Ақтамберді күлдір де күлдір кісінетіп, күреңді мінер мекеміз, жалаулы найза жанға алып, жау қашырар мекеміз деп, халықты қаһармандық рухқа үндеді. 19 ғасырдың басында қазақ әдебиетінде бұрынғы әншілік жыршылық дәстүр біртіндеп ығыстырылып, оның орнын жеке поэтикалық шығармашылық ала бастады. Егер бұрын батырлардың ерлік әрекеттерін дәріптеу басым болып келсе, 19 ғасырдан бастап күнделікті өмірдің әртүрлі салаларын қарапайым адамды, оның ішкі дүниесі мен мінез-құлықтарын жыр етуде жаңа бастама қалыптасты. Бұл отаршылдық саясатқа қарсы ұлт азаттық қозғалысты, халықтың қасіретін жырлаған ағым еді. 19 ғасырда қазақ жоңғар соғыстары аяқталып, Еділ қалмақтары мен Алатау қырғыздарына жорықтар тоқтатылған болатын. 1755 жылғы қазақ-башқұрт шиеленісінен кейін екі туыс, бауырлас халықтар арасында біршама жылымық орнатылғанымен, ол оқиға әлі ұмытылмаған еді. Сонымен қатар қазақ даласында әскери бекіністер мен округтік орталықтарының құрылысы жүріп жатты. Кіші және орта жүз қазақтары ежелден бері көшіп қонып жүрген бір қатар жерлерінен қуып шығарылды. Мұның өзі бұрыннан қалыптасқан көші-қон жүйесін бұзды. Патша үкіметінің жерді баса көктеп тартып алуы салдарынан көптеген қазақ рулары дәстүрлі мал жайылымдарынан айырылды. Бір кездегі дамыған көшпелі мал шаруашылығы тұйыққа тіреліп, күрт құлдырай бастады. мың 1822-1824 жылдары хандық билік жойылды. Соның салдарынан кіші жүз бен орта жүз қазақтары өздерінің дәстүрлі мемлекеттілігінен айырылып қалды. Қазақстан бірте-бірте Ресей империясының отарына айналды. Бөкей ордасында хан билігі 1845 жылға дейін сақталғанымен, патша империясына толық тәуелді болып, әскери бекіністер қоршауында қалды. 19 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстан аумағындағы отаршылдық іс-әрекеттер күшейе түсті. 1810 жылы патша үкіметі кіші жүз жерінің бір бөлігін тартып алып, жаңа елек шебін құрды. Қазақтар 600 мың десятинаға жуық ең шұрайлы жайылымдарынан айырылды. Жергілікті тұрғындар ол жерлерден күшпен ығыстырылды. 1835 жылы осы этноаумақтық бірлестікте патша үкіметі новолинейный, яғни жаңа шеп аймағын құрып, 3.400.000 жерді тағы да тартып алды. Жергілікті халық өз жерлерін өздері жалға алып, ақы төлеп тұратын болды. Осы оқиғалардың барлығы Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлы, Жаһанша Нұрмұхамедұлы және Есет Көтібарұлы бастаған бір қатар көтерілістің басталуына себеп болды.
Бұрынғы ел басқару жүйесінің жойылып, отаршылдық биліктің орнауы 19 ғасырдағы қазақ ақындарының шығармашылығында басты тақырыпқа айналды. Зарзаман дәуірі поэзиясының мазмұны мен идеологиялық құндылықтары. 19 ғасырдың бірінші жартысында патша үкіметінің отарлау озбырлығы күшейді. Ұлт-азаттық көтерілістер басып жаншылғаннан кейін халық ертеңгі күніне сенімсіздікпен қарады. Зарзаман ақындары шығармаларындағы негізгі ортақ идея ел бірлігі мен мемлекет тұтастығы. Біз бірлік берекеден айырылып барамыз, бүйте берсек құримыз деп қайғы-мұңға берілу сарыны да байқалды. Олар отаршылдықты айыптап, қазақтарды ұлттық санасынан, халықтық болмыс бітімінен ажырамауға, салт-дәстүрді бұзылмаған қалпында сақтауға үндеді. Зарзаман дәуірі ақындары шығармаларының негізгі идеологиялық құндылығы өткен және бақытты кезеңді мұқият түсіну арқылы қиындықты жеңіп, келешекке ұмтылу, халық рухын көтеру болды. Бұл дәуірдің ақындары өлеңдерінде патша үкіметінің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени, шаруашылық отаршылдығына ашық түрде қарсылық білдірді. Қазақ халқының азаттық жолындағы күресі ерекше шабытпен жырланды. Зарзаман дәуірі ақындарының көз алдында дала тұрғындарының әлеуметтік-экономикалық жағдайы күрт нашарлады. Олар заман куәгерлері ретінде патша үкіметі қазақтардың жерлерін тартып алуы салдарынан мал жайылымдарының тарылуы, отаршыл биліктің озбырлығы, әртүрлі дәрежедегі шенеуніктердің парақорлығы сияқты келеңсіз құбылыстарды жырға қосты. Бұл ағымның ақындары халық үшін хандық дәуірдегі жауға қарсы аттанған хандардай билеушілерді армандады. Олардың шығармаларында өткен заманды аңсау, келер күннен үміттің жоқтығы, отаршылдардың озбырлығы мен сұрқия саясаты жан-жақты суреттелді. 19 ғасырдың 40-60 жылдарындағы поэзияның жарқын өкілдері қатарында, Зарзаман дәуірінің ақындары қатарында Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлын қосуға болады. Дулат Бабатайұлы Шығыс Қазақстан облысы Аякөз ауылында дүниеге келген. Отарлық озбырлықтың күшейгенін, 1822-1824 жылдары хандық биліктің жойылуын, округтік орталықтар құрылуын, 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформаларды, ұлт-азаттық көтерілістерді көзімен көріп, жанымен сезінген Дулат Бабатайұлы өз өлеңдерінде халқының басына түскен ауыртпалықтарды жырлайды. О сарыарқа атты өлеңінде қазақтың ауыр жағдайын суреттейді. Кеңесбайға, бараққа деген өлеңдерінде әкімдердің жағымсыз образдарын сипаттап, ашық айтады. Өз халқын жаудай талаған, сатылған әкімдерді отарлаушылардың қолшоқпарына айналды деп айыптайды. Ақын ұлы Абылай заманындағы қазақ хандығы қалпына келтірілген күндерді армандайды. Ол өзінің шығармаларында халықтың еркіндігі үшін күрескендерді мадақтап өтеді. Ақын өсиетнама өлеңінде халықтың өткен өмірін жырлады. Ол кезеңде далалықтардың өмірін реттеп отыратын салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптардың заңнамалық маңызы зор еді. Жаңа дәуірде дәстүрлі қазақ қоғамы дағдарысқа ұшырап бара жатқанын ақын күйінішпен жеткізеді. Дулат Бабатайұлы бір тұтас қазақ хандығының жерін Ресей империясына беріп қойған хандар мен сұлтандардың іс-әрекеттерін, патшалық үкіметке қызмет еткен жергілікті шенеуніктерді сынады. Шортанбай Қанайұлы Зарзаман кезеңінің белгілі ақыны Қазақстанның оңтүстік өңірінде дүниеге келген. Ол өз дәуірінің көрнекті ақындарының бірі. Өзінің жырларында ақын қоғамның әлеуметтік құрылымының өзгеріске ұшыраған сырын ашып, кедей және байға жіктелудің күшейгені туралы айтады. Ресей империясының отарлау саясаты салдарынан халық саяси, экономикалық және рухани езгіге ұшырады.
Осы кезеңнің ауыртпалығы туралы Шортанбай Қанайұлы «Зар-заман» атты өлеңінде мұңды жыр толғайды. Ел ішінде кең таралған осы өлеңнен бастап олар зар-заман ақындары ретінде таныла бастады. Ақын өлеңдерінде елдігінен, мемлекеттік жүйесінен айырылған, отарлық жағдайға түскен халықтың ащы зары мен өшпес өкінішін жырлайды. Зар-заман өлеңінде қазақтардың Ресей бодандығына қабылдануы үрдісіне қарсылығын білдіріп, патша үкіметі отарлау саясатының теріс салдары, яғни шоқындыру, шаруалардың жаппай қоныс аударуы, әскери шептер мен бекіністер салынуын батыл айыптады. Шортанбай қазақтың егіншілікке көшуімен дәстүрлі мал шаруашылығына нұқсан келеді деп түсінді. Ақын жаңа өмір салты халықтың қалыптасқан сана-сезіміне қайшылық әкелгенін, елдің психологиясы мен тұрмыс тіршілігіне жағымсыз өзгерістер туғызғанын сынға алды. «Билер пара жемеңдер» деген өлеңінде ақын ел ішіндегі әлеуметтік мәселелерді жырға қосып, төрелік айтатын билердің парақорлық қылықтарын айыптады. Шортанбай әрдайым дін қағидаларын тірек етіп, діннен қорғаныс іздейді. Ол азаматтарға ислам құндылықтарын естен шығармай, парыздарын орындау қажеттігін еске салады. Ақын өз дәуіріне риза болмай, үмітсіздіктен өкініп, жырға қосты. Мұрат Мөңкеұлы. Дәуірдің айтулы өкілдерінің бірі Мұрат Мөңкеұлы болды. Ақын Қазтуған, Үш құян жырларында елде жаппай қоныстанушылар пайда болып, қазақтардың жерінен айырылғанына қатты күйінді. Бұдан құтылудың бірден-бір жолы жайсыз мекеннен құтты мекенге көшу, қолайлы қоныс іздеу. Ақын елдің бірлігін, жерін сақтаған бұрынғы дара билеушілер саясатының арқасында отарлауға жол берілмеген өткен күнді еске түсіреді. Сарыарқа өлеңінде Мұрат Мөңкеұлы отаршылдық саясатының салдарынан туған халқының ежелгі қонысынан айырылғанын ашық түрде айыптайды. Сонымен бірге ақын күнделікті өмірдегі исламның алар орнына зор мән береді. Ол мұсылмандықты күшейтуді рухани қорған ретінде көреді. Әбубәкір Кердері. Аса дарынды ақындардың бірі Әбубәкір Кердері қазіргі Батыс Қазақстан облысында дүниеге келді. Ол өз заманының оқыған, білімді азамат ретінде Орал, Ақтөбе, Ор қалалары маңындағы қазақ ауылдарында ұстаздық етіп, бала оқытты. Оның өлеңдер жинағы 1905 жылы Қазан қаласында басылып шықты. Ақын өз поэзиясында бұрынғы ел бірлігін, қазақтың ешқандай алауыздыққа бой алдырмаған кезін аңсайды. Ел үшін жан аямай күресуге шақырады. Ақын өзінің шығармаларында ислам іліміне көп назар аударып, қазақ даласында дінді нығайтуды қолдады. Ол мықты хан билігі кезеңін аңсады. Ақын өлең жырларында отандастарын оқу мен білім, ғылым мен өнерді меңгеруге шақырды. Қоғам өміріндегі білімнің орны мен маңызы туралы бай білімсіз болса, кедейшілікке ұшырайды деп ескертеді. Қорыта келе, зар-заман ақындары елдің жай-күйін ойлаған ұлт қайраткерлері ретінде танылды. Ұлттық әдебиет тарихында лайықты орын алды. Олар өлеңдері арқылы патша үкіметінің әскери отаршыл әрекеттерінен, бұрынғы емін-еркін өмірінен айырылған қазақ халқының қайғылы тағдырын кейінгі ұрпаққа жеткізді.